Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып антиаритмиялық препараттар. Бұл препараттар жүрек ырғағының бұзылыстарын басу үшін қолданылатын дәрілер. Олар келесі механизмдер арқылы әсер етеді. Бірінші, жүрек әрекет потенциалының динамикасына араласып, белгілі бір ион каналын бұғаттау арқылы. Немесе жүрекке автономды жүйке жүйесінің симпатикалық әсерлерін бұғаттап, жүрек соғу жылдамдығын баяулату арқылы. Антиаритмиялық дәрілердің 5 класы бар. Бірінші класс натрий каналының блокаторлары. Бұл дәрілер кардиомиоциттердің деполяризация фазасына жауап беретін тез натрий каналдарына байланысып, оларды блоктайды. Нәтижесінде деполяризация баяулайды және амплитудасы кішірейді. Натрий иондарының баяу ағымы көрші жасушаларға өтетін оң иондардың ағынын азайтады. Көрші жасушалар жаңа әрекет потенциалын тудыру үшін қажетті шекті деңгейге жету үшін ұзақ уақыт алады. Бұл әрекет потенциалдарының миокард арқылы таралуын баяулатады. Өткізгіштіктің азаюы қайталанатын тахикардияларды емдеу үшін қолданылатын реэнтрентті шеңберлердің қалыптасуын басуға көмектеседі. Бірінші класс препараттары 1А, 1Б және 1С деп кіші кластарға бөлінеді. Бірінші А классқа хинидин, прокаинамид, дисопирамид. Бірінші Б классқа лидокаин, фенитаин, мекселитин және бірінші С классқа флекаинид, пропафенон және мерицин жатады. Бұл кіші кластар натрий каналдарының блоктау күшіне және әрекет потенциалының ұзақтығы мен тиімді рефракторлық кезеңге әсеріне байланысты ерекшеленеді. Бірінші С кіші класы тиімді рефракторлық кезеңге әсер етпейді, ал 1А оны ұзартады, ал 1Б оны қысқартады. Тиімді рефракторлық кезеңдегі өзгерістер әртүрлі аритмиялар үшін әртүрлі нәтижелерге әкелуі мүмкін. Мысалы, тиімді рефракторлық кезеңнің ұзақ болуы жүректің қозғыштығын азайтады, бірақ реполяризацияның ұзаруы торса де пойнтс деп аталатын тахикардияның дамуына әкелуі мүмкін. Екінші класс бета-блокаторлар. Бұл дәрілер бета-1 аденергиялық рецепторларға байланысып, осы рецепторлар арқылы симпатикалық әсерлерді блоктайды. Симпатикалық жүйке жүйесі синатральды түйінге әсер етіп, жүректің жиырылу жиілігін және АВ түйінге әсер етіп, импульстарды өткізу қабілетін арттырады. Бұл әрекеттер аритмияны тудыруы мүмкін. Бета-блокаторлар симпатикалық әсерлерді басып, жүрек соғу жиілігін төмендетеді және АВ түйіні арқылы өткізуді баяулатады. Бұл АВ түйіннің жоғарғы жағында пайда болатын суправентрикулярлық тахикардияларды емдеуде тиімді. Дегенмен, бета-блокаторларды қолдану АВ блокадасын тудыруы мүмкін екенін есте сақтау қажет. Үшінші класс калий каналының блокаторлары амидарон, соталол, дофетилит, тронидарон қолданылады. Бұл агенттер реполяризация фазасына жауап беретін калий каналдарын блоктайды. Нәтижесінде реполяризация баяулайды, әрекет потенциалы мен рефракторлық кезеңнің ұзақтығы артады. Бұл жүректің қозғыштығын азайтады және қайталанатын тахикардияларды басады. Алайда баяу реполяризация QT интервалын ұзартып, торса де пойнтс аритмиясын тудыруы мүмкін. Төртінші класс кальций каналының блокаторлары верапамил және дилтиазем қолданылады. Бұл дәрілер синатральды және атровентрикулярлы түйін жасушаларындағы деполяризацияға жауап беретін кальций каналдарын блоктайды. Бұл каналдарды блоктау синатральды түйінде импульстардың түзілу жылдамдығының төмендеуіне және АВ түйіні арқылы өткізудің баялауына келеді. Алайда кальций кардиомиоциттердің жиырылуына да қатысатындықтан, бұл агенттер жүрек жиырылғыштығын төмендетеді. Сондықтан сессиялық жүрек жеткіліксіздігінде қолдануға болмайды. Бесінші класс басқа немесе белгісіз механизмдер арқылы әсер ететін дәрілердің барлығын қамтиды. Мысалы, аденозин пейсмейкер қызметін тежейді, өткізгіштік жылдамдығын төмендетеді. Дигоксин
натрий калий насосын тежейді және магний сульфаты жатады. Назарларыңызға рахмет. Осымен лекция аяқталды.